Bir жесірдің бойжеткен қызы болыпты. Аты Бибігүл. Тұрмысқа шығатын кезіне жетіп қалыпты. Бірақ құда түсем дегенде жеткілікті болса да, әртүрлі себептермен шешесінің жанында отыра беріпті. Тұз аздау, ал менің қамырым ойнағыдай. Апа қара, бауырсақтар үйленіп пісіпті. Ай, құдаларым, қош келдіңіздер, қадірлі қонақтар, дәммен алыптыңыздар. Бұның бәрін айнаған Бибігүл. Қолынан келмейтіні жоқ, өзі шебер, өзі пысық. Әй, осыдан артық келін таппайсыздар, өсірі. Қызым барып самауырынды алып келе қойшы. Ой, мынаған сұқимақсың ғой. Мынауың тайып тұрды ғой. Осында еркек дейді ау. Бұндай жігіт маған тең емес. Тең емес дейсің бе? Бұл жас қыздың не жазығы бар? Қанем, бұл менің қызым. Ал бұған ашыланған себебім? Себебі ол осы өмірдегі ер азаматтардың бәрі бір-бірімен таласып, мен үшін қырылды. Сол, менен пысық, менен шебер жан таппайсыз. Сондай шебер болсаң, хан сарайына кілем тоқып бере аласың ба? Мен бұл өмірдегі ең мықты кілем тігушімін ғой. Онда былай келісейік. Тоқып берсең өзіңді аламын, тоқи алмасаң басыңды аламын. Ей, босатыңдаршы, қайтып алдың сөзімді. Түк келмейді қолымнан. Мен әлемдегі ең мықты тігіншімін. Тоқыма көрсем, тыныш тұра алмаймын. Маған кілем тоқып үйретесіз бе? 3 жылда үйретіп шығамын. Ой, тым ұзақ екен. Үйренем дегенше басым түсіп қалар. Ай, жағдайың мүшкіл екен. Мен сенің орныңа кілем тоқып бере аламын. Рас па? Онда кілемнің сыртында мынандай сурет салу керек. Менің шартым бар. Сен менің есімімді табуың керек. Әлі таппасаң, мен сені мәңгілік өзімдік қыламын. Дүниедегі ең мықты естапқыш мен. Келістік. Бәрекелді. Онда есіміңді мынаған айтасың. Ертең кездескенше. Ой. Балтабай. Тиги-тиги-тигидай, атымды ешкім таба алмайды. Тиги-тиги-тигидай, атымды ешкім таба алмайды. Менің атым Ұршықбай. Ал, кездестік пе? Сенің кілемің дайын. Неткен әдемі. Есімдер қайда? Міне. Бұның ішіне менің есімім жоқ қой. Мүмкін емес. Қазір. Мен саған тағы мүмкіндік берейін. Әйтпесе мен сені өзімен бірге алып кетемін. Ал, келіп қал. Мен саған бір қызық айтып берейін. Диги-диги-дигидай, атымды ешкім таба алмайды. Диги-диги-дигидай, оның аты... Сенің атың Торсықбай, Қазықбай, бәлкім Әлібек шығар. Қате! Ойбай! Оның аты Ұршықбай. Сенің атың Ұршықбай. Неткен керемет. Бірақ та Бибігүл, бұл өмірде саған жетер сұлулық жоқ екен. Одан бұлай Бибігүл еш өтірік айтпайтын болыпты. Қызым, мана тіккен сенсің бе? Әрине, анда-санда болып қалады енді.